Біздің екінші сабағымыз бұл S жалғауы. S жалғауды мына жерде көріп тұрмыз. Dogs деген сөзде S көптік жалғауы болсын, басқа жалғау болсын. S жалғауы әрқашан S болып дыбыс бермейді. S жалғауы кейде S болып дыбысталады, кейде Z болып дыбыс береді, кейде ыз дыбысын береді. Мысалы, шетелдік біреу біздің қазақшаны үйреніп бауырсақ десе қандай тамаша, бірақ мысалы таза қазақтар секілді бауырсақ деп айтса, біз қатты қуанамыз. Сол секілді бұл сөздерді, бұл грамматикалық тақырда S-ті С қылып керек кезде, З қылып керек кезде ыз қылсақ, қазақшаның және З үшінші формасы жасасақ, ағылшындар тіпті қатты қуанып кетеді. Маған айтқан комплименттері секілді, сен Англияда туылғансың ба деген секілді бір комплимент айтады, жай мақтанып жатқаны ғой. Енді қашан С жалғауы С дыбысын береді, қашан З, қашан ыз дыбысын береді, біз соны қазір талқылаймыз. Ең бірінші, дауыссыз дыбыстарға байланысты бұл нәрсе. Ең бірінші мұны F, K, P, S және Т әріптерінен кейін S келетін болса деймін, бірақ айтпаймын. Себебі мұна біз жаттауға оңай болу үшін, бізге негізі F керек, K керек, P және S және T керек. Бұны жаттау үшін біз бұл сөзге айналдыруымыз керек. Мысалы, fake деген сөз бар, fake. Жалған деген сөз білеміз да, бәріміз жалған деген сөз, fake. И post деген сөз бар. Post это жаңалық, жалған жаңалық. Бұл айтқан кезде спам. Айтады, ВКонтактеде отырған кезде шығады ғой. Я похудела за 20 дней деген сол fake post негізі, өтірік жаңалық. Черная маска деген секілді fake post. Fake post деп жаттап аламыз, спам деп жаттап аламыз. Но бізге керек әріптер F, K, P, S, T. То есть окончаниялар осылар болу керек. Осы окончанияларға S қосылған кезде, S әрпі қосылған кезде, ол бізге смело С дыбысын шығарамыз. Мысалы, К мен бүтетін сөйлемді еске түсіретін болсақ, ол cook. Cooks. Қалай шықты бізде? Cooks, С смело шығарамыз. Т, мысалы, Т мен бүтетін сөзді жазатын болсақ, cat. Мысықтар ол cats. Сол үшін біз смело С дыбысын шығара береміз, cats. Бұлай жеткен кезде мына жердегі әріптерді біз осыларға бітіп оған S жаланатын болса, ол С дыбысын береді. Енді мынандай бір әріптер бар, бір жазбай қоя тұрайын, бір ойланып көрейік. Б, Д, Г, Л, М, Н, Y қандай сөз шығаруға болады? Бұны жаттап алу үшін, бірақ маған негізінде керек әріптер Б, Д, Г, Л, М, Н, Y. Но бұны жаттау үшін, біліп отырмыз бәріміз, негізі bad, жаман, girl, қыз, және money. Қалай ойласақ та, мысалы, bad girl money дейді, жаман қыз папасынан ақша сұрай береді деп, ұятсыз емес вариантын таңдасақ болады. Және бұл әріптерге S қосатын болсақ, бұлар бізге Z дыбысын береді. Мысалы, girls, байқадық қой бәріміз, girls емес, girls. Boy, Y бар ғой мына жерде міне, Y. Значит, бұл boys емес, boys. Bag, сөмке, bag. G бар мына жерде, значит, бұл bags. Түсінікті. Мынау S болады, мынау Z болады, және үшінші түрі бұлар шипящий деп айтады. Шипящий ол Ч, Ш, X, C, CE, SS. Егер біздің сөздер осыларға бітсе, бұл жай ғана S емес, бұл біріншіден ES қосады бұл әріптер. То есть бұл әріптерден кейін біз заодно біз қалай дыбысталуын, заодно қай сөздерден кейін S, қай сөздерден кейін ES қосатын білуге болады. То есть мына әріптерден кейін всегда ES қосылады біріншіден. Және бұның дыбысталуы, жаңа біздің үшінші жолымыз ыз, қазақша және з. Осы уақытқа дейін мына сөзді біз boxes деп оқыған болсақ, ұмытамыз ол нәрсені, себебі boxes ол қате. Бұл boxes болып дыбысталады. Сол секілді match
matches деп жазылады. Ч болғаны үшін matches болады. Matches. Тағы да мысалы kiss, kisses.